Баршаңызға сәлем. Бүгін тауық етінен көкөністермен бірге дайындалатын тағамның рецебімен бөлісемін. Ең алдымен мен тауықтың сыртын осылай видеодағыдай алып тастаймын. Одан кейін осы тауығымызды қатты ұсақ қылмай турап шығамын. Турап болғаннан кейін тауық етін жақсылап жуып аламын. Енді картоптың сыртын ашып, қатты ұсақ қылмай турап шығамын. Қаласаңыздар морков, тәтті бұрыш, қызанақ қоссаңыздар болады. Мен тек картопты ғана пайдаландым. Келесі енді осындай арнайы магидің специясын пайдаландым. Өзінің пакетигі болады. Осы специяды картоп пен тауық етімізге салып араластырамын. Майонез салып, жақсылап араластырып шығамын. Енді осыны магидің пакетіне салып, духовкада 180 градуста шамамен 1 сағаттай пісіріп аламын. Духовкаға салмас бұрын инемен пакеттің әр жерін тесіп шығамын. Қазір ол қызғанда пакеттің шарт сияқты үрілуі мүмкін. Осымен духовкада тауық еті көкөністермен бірге дайындалатын тағамымыз дайын. Сіздер бұны кешкі асқа дайындасаңыздар болады. Өте оңай дайындалады, әрі дәмді болып шығады.